ханымдар мен мырзалар, сіздермен бірге мен Аяна Габдуллина. Өте қуаныштымыз. Көріп отырғандай студиямызда қонақтар отыр. Сонау Түркия мемлекеті Стамбул қаласынан келген қонағымыз Муса Işık мырза. Күнайдын, қош келдіңіз. Teşekkürler ediyorum, sağ olun. Сонымен қатар BB Partners компаниясының директоры Болат Аманбаев. Өте қуаныштымыз. Мен ерекше қуанып отырмын, расымен де отандық өнімнің өндірушісімен танысып отырмын. Сұрақтарымыз көп, өте көп, қаншама көрерменді толғандырып жүрген сұрақтар да бар. Сол көрермендердің де мен енді біз журналист халықпен осы сіздер секілді мықты кәсіпкерлердің ортасында алтын көпір ретінде жүрміз ғой. Сол үшін кездесудің мақсаты да осы. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы ма? Жақсы. Муса бей, Алматы қаласы ұнап жатыр ма сізге? Evet, Almatı'yı çok Алматы қатты ұнады. çok mutluyum. Не үшін келдіңіз burada? Қалай кетті түркшем? Сауда жасау үшін біраз қыдыру үшін келдім. Рахмет көп. Болат мырза, сізге сұрақ өте көп сұрақ бар. Расымен де осы саумал өнімі жайында біліп көріп жүрміз, естіп жүрміз. Бірақ 1000 рет естігеннен бір рет көрдеу керек қой, иә. Саумал туралы ең құнды ақпарат айтыңызшы. Несімен пайдалы? Осы саумалды 2018 жылдан бастап өндіруге шешім қабылдадық. Неліктен? Бұл қалай басталды айтыңызшы? Басталған кезде енді өзіміз бәріміз ауылдан шықтық. Ауылдан келген кезде өте көп дәрі-дәрмекке мұқтаж болдық. Қандай аурулар келді, қандай қазір көріп жатсыздар, қандай көп аурулар болып жатыр. Кішкентай кезден ауылдан келгеннен ауылдан сағынышым осы саумалға болатын. Қалада саумал іше алмаймыз. Саумал ішу үшін қаланың сыртына шығып 5-10 күн уақытымызды бөліп, міне 20 жыл Алматыда тұрып, бірде мүмкіншілік болған жоқ та саумал ішуге. Өйткені саумалдың ерекшелігі де, саумалдың бір жағынан қиыншылығы да сол 1-2 күн ішсең оның пайдасы болмайды да саумалда. Әрине, әлбетте. Саумал қатысты айта кететін болсақ, өте көп біздің қазақ бауырларымыздан сұрап жатсақ та, көбісі саумал өмір бойы ішпеген. Қымыз ішеді, шұбат ішеді, өнім ретінде саумал ішпейді. Саумалды ішкен кезде көбісі айтады, саумалды 5 минут, 10 минут ішінде ішпесе, бұл саумал емес дейді. Біз енді ғылыми түрде бұны зерттеп жатырмыз. Ғылыми түрде зерттеген кезде жаңадан саулып жатқан ешкі сүті болсын, сиыр сүті болсын, түйе сүті болсын, жылқы сүті болсын, жаңадан саулып жатқан сүтті сүт деп аталады. 4-6 сағат жиналған жылқының сүті, жиналған, ашымаған жылқының сүті саумал дейді. Ашытқы қосқаннан кейін бұл деген енді бұны күбіге жасап дайындағаннан кейін, ашытқы қосқаннан кейін бұл қымыз болады. Енді оның арасында өте көп тармақтар болады бөлінетін. Бірақ енді жалпы сүт дейміз, саумал дейміз, қымыз дейміз. Сол үшін көбісі саумал ішпегендіктер олар айтады, саумалды 5 минут ішпесек, ол нәтиже болмайды. Енді біз бұны қазір 4-5 шет мемлекетке жібергеннен кейін бізде ғылыми академия питания дейміз ғой, сол жерде өтіп жатқан протокол испытания деп салыстырамыз. Жаңадан саулаған сүтті өткіземіз, ішінде қандай құрамдар бар, аминокислота бар, қанша витаминдар бар. Соны кептіргеннен кейін осы кепкен сублимацияланған осы саумалдың порошогын өткіземіз. Екеуінің айырмашылығы болмайды. Бұл сол витамин болсын, ішінде аминокислота болсын, қандай ішінде құрамы ағзамызға пайдалы заттың бәрі сақталып қалады. Муса бей, айтыңызшы, осы саумал өнімін қабылдап бастапсыз, қандай да бір ауруға шалдықты ма? Отбасымен бірге қабылдап жатыр ма? Өзі қабылдап жатыр ма? Білейікші. Polat Bey'le İstanbul'da bir arkadaşımın vesilesiyle tanıştık. Болат мырзамен Стамбулдағы бір досымның үйінде таныстық. Рахмет, Алла разы болсын, ол саумал дәруменін маған сыйлады. Жұбайым 10 жылдан бері қант диабетімен ауыратын. Ол инсулин қабылдайтын. Болат мырза маған 3 айға қолданатындай саумал дәруменін сыйлады. Әйелім дәрігерлердің жазған дәрілерін қолданатын. Алғашқы 6 айда саумал дәруменінен өте жақсы шипа көрдік. 7-8 айда дәрігерлердің бізге жазған дәрілерін қолданбайтындай дәрежеге жеттік. 7-8 ayda ilaçlarımızın çoğunu bıraktık çok şükür.
Түсінгенім бойынша отбасымен бірге қабылдаған екен, әйелі қант диабетінен арылған, баласы тері ауруынан арылған екен осы саумалдың арқасына, яғни 3 айлық курсты қабылдағаннан кейін. Дұрыс қой, иә? Екеуі ара келіссөздер жүргіздіңіздер ме? Қандай жоспарларыңыз бар? Мұса бей айтсыншы. Türkiye'de bu ilacı Түркияда осы саумал дәруменін жұбайым, балам және мен 1 жылдан бері қолданамыз. Қолдану барысында үшеуміз де 70-80%-ға жақын өте жақсы шипа, өте жақсы әсер алғанымызды айтқым келеді. Осындай керемет нәтижеден кейін саумал дәруменін неге Түркияның нарығына шығармасқа деген ой туды. Бұдан соң Түркиядағы құзырлы мекемелерден арнайы рұқсат алып, еліміздегі ауырып жатқан адамдардың қажеттілігіне жарату үшін Болат мырзамен Алла қаласа деп жұмыс істеуге bel buldum. Polat Bey ile beraber ortak Türkiye'de de bunun satışını yapmak istiyoruz insanların faydası için. Ендеше мінекей құрметті көрермендер, қолда бар алтынның қадірін білейік. Шетелден тіпті түркі мемлекеттен саумалды қолдануға үлкен мінекей қызығушылық танытып жатыр. Егер де сіз де денімді нығайтамын, иммунитетімді нығайтамын десеңіздер, саумал туралы толығырақ ақпарат білем десеңіздер, экранда көрсетілген телефон номеріне хабарласып, біздің мамандардан тегін консультация аласыздар. Енді айтыңызшы, Болат мырза, осы сіздің өнімнен басқа өндірушілерден айырмашылықтарыңыз қандай? Саумалды дүние жүзіне қазір шын керек шығып жатқан біз ғана. Сіздің завод, біздің завод қана, өйткені біз 2 жыл зерттеп, 2 жыл жасап келеді, 4 жыл саумалмен сыртқа шығару үшін осы жұмысты біз жасап жатырмыз. Айырмашылығы не деген кезде үлкен ғылыми атамыз бар, Сейітов Зұлқарнай деген. Кезінде биохимияны жазған, бұл биохимияны Казгу университеті ағылшын тіліне аударған, сол биохимиямен Москвада университеттерде сабақ береді. Ол кісі қазір 90-нан асқан кісі, солардың ең үлкен ғылыми осы жұмысты бастаған кезде батасын алдық. Сол кісі біздіге түсіндірді. Ол айтты, сен балам ақша жасайсың ба, жақсы өнім жасайсың ба? Деген кезде мен айттым, енді бәріміз енді ақша жасау үшін де жақсы өнім болу керек қой. Негізі бірдей жүреді ғой. Ол бірдей жүретін зат. Мен оны әкеме, балама бергеннен кейін менде өзімізде енді альхамдулилля 40-қа келдік. Өзімізге де іздедік жақсы өнімді. Сол кезде сол кісі бір экземплярда жазған 50 жыл зерттеген бір кітап қана маған сыйлады. Өзі жазып, осында жазып сыйлағаннан кейін ол маған айтты. Балам қазір жасап жатқан саумалды қайнатқанымен саумал қайнатуға келмейді. Оның ішіндегі құрамы өзгеріп кетеді. Оның белоктары да бәрі ажырап, ол пайдалы емес болып қалады. Қараңыздар, мұқият тыңдаңыздар. Бұл саумалды кептірген кезде біздің технология, біз бұны қатырамыз. Сол кезде сол маған Сейітов Зұлқарнай атамыз айтты, сен қандай технологиямен жасап жатсың? Мен айттым, біз минус 40 градусқа дейін қатырамыз. Неліктен бұны қатырамыз? Сол енді в процессе дойки дейміз ғой, сол сауған кезде бір патогендер бірдеңке түсіп қалса, сол температурада сол кішкентай микробтар олар өліп қалады. Ол сүтпен адам ағзасына бармайды. Сонда ішінде құрамы толықтай сақталып қалады. Дәрумендердің барлығы сақталады. Дәрумендер толықтай сақталады. Біз осындай өнімімізбен мақтанамыз, Құдай қаласа. Тағы да айтайыншы, айтудан шаршамаймын. Бұл саумал, яғни денсаулықтың сыры, расымен де мыңдаған ауруларға төтеп бере алатын үлкен қасиеті бар өнім десек те болады. Ендеше денсаулық біреу, ал дерт көп, ауырмау үшін оның алдын алу керек. Міндетті түрде саумал өнімін өзіміздің отандық өнімізді қолдап, деніміз сау болып жүре берсін. Мұса бей, енді қараңыз, бұл саумалмен де бізде мақтанамыз. Құдай қаласа, сіздің мемлекетте де сау мемлекет болсын. Құдай қаласа, сізде айтып, біліп жүріңіз. Бұл Қазақстан Республикасында шығады, Болат мырза өндіреді деп айтып, жеткізіп жүріңіздер. Бізден Қазақстаннан Стамбулға жалынды сәлем. Келгендеріңізге рахмет. Уақытымыз өкінішке орай шектеулі. Құрметті көрермендер, тағы да естеріңізге сала отырайын. Саумал туралы ақпарат алам десеңіздер, экранда көрсетілген нөмірге хабарласып, біздің операторлардан, менеджерлерден тегін кеңес ала отырыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, амандықта көріскенше күн жақсы.